Ерте ертеде қалың елге жау шауыпты. Жаудан кек алмақ болып, жас жігіт жорыққа аттаныпты. Жігіт алғашқыда талай қырлардан өтіпті. Көлбей аққан өзендерді артқа тастапты. Таулы, тасты жерлерді де қиялай шауып басыпты. Жаудың жеріне жетіп, оларды жермен жексен етіпті. Жігіт батыр атаныпты. Мерейі тасып, еліне қайтты. Қайтар жолда қалың қамсы өскен нулы жерге ат басын тіреп, азын аулақ дем алыпты. Сол кезде аспаннан түсті ме, қалың қамыс арасынан шықты ма, бір сұлу қыз батырды көріп жақындай түсіпті. Батыр дала төсіндегі қызғалдақ гүлдерінің бір шоғын жинап сұлу қызға ұсынады. Сұлу қыз инабатты қылығымен батырдың ұсынған гүлдерін қолына алды. Бірақ саусақтарын көрсетпейді. Жеңі ұзын көйлегінен саусақтарын шығармаған күйі батырға жақындай түседі. Батыр балалық шағында атасы мен әжесінен көптеген әңгімелерді естіп, құлағына құйып өскен болатын. Жез-тырнақтар лезде сұлу қызға, бірде ақ сақалды қарияға немесе арлан қасқырға айнала алатындығы есіне түседі. Саусағын көрсетпегені оның жез-тырнақ, мыстан кемпір екендігінің дәлелі деп ұғынады жас батыр. Батыр артқа сәл ғана шегініп, сұлу қызға айбарлы тілмен үн қатты. Сен сұлу қыз кейпіндегі жез-тырнақсың, көзіме көрінбе, сен нағыз аяр мыстансың, жоғалары, деп ұрсып жіберді. Батыр, қатты кетпе, мен саған ыстық су, тәтті тамағыңды әзірлеп берейін, деп сұлу қыз сызыла тіл қатады. Батыр иілмейді. Тұлпарына қарғып мініп, бәлелі, жалалы жерден тез арада аттанып, еліне қарай бет алады. Күн жүреді, түн жүреді, батыр бір кезде қалың, ну орманға кезігеді. Орманның ішіне кіре бергенде, қарсы алдынан ақ сақалды, еңсегей бойлы қария жолығады. Үлкенге ізет көрсету салтымен батыр тұлпардан түсіп, «Ассалаумағалейкум ата», деп сәлем берді. «Уағалейкумассалам», деп қария жауап қатты. Батырмен сәлемдескенде қария саусағын көрсетпеді. Ұзын жеңді көйлегінің ішіне жасырған саусақтарын батырдың көзінен таса ұстады. Батырдың көңіліне күдік кіреді. Қарияның жез-тырнақ екенін жүрегі сезеді. Сөйтеді де: «Сен және де маған жолықтың ба? Жауды жеңіп, ата-анаммен аман есен қауышуды ниет етіп ем. Жолымды кескестеме, жауыз жез-тырнақ», деп батыр тұлпарына бір-ақ қарғып мінеді. Елін бетке алады. Өзенді, көлді, таулы, тасты жерлермен желіп өтіп кете жатады. Елдің шетіне аяқ бастым-ау деген кезде батырдың қарсы алдынан дәу арлан қасқыр шыға келеді. Батырға қарай ұмтылады. Тұлпардың үстінен құлатпақ болады. Батыр жанындағы үлкен шоқпарын жуан жұдырығына қысып алады да, мықтап ұстаған бойы қасқырдың қақ маңдайынан бір соғады. Қатты соққыдан қасқыр шалажансар күйге түседі. Сәлден соң мертіккен қасқыр ақ сақалды қарияға, одан соң сұлу қызға, кейін жез-тырнақ мыстан кемпірге айналып, сеспей қатады. Батыр тұлпарына мініп, еліне таң ата жетеді. Қарсы алдынан ата-анасы, туған-туыстары, бауырлары шығып, ел-жұрты батырымен қуана қауышады. Жауды, жез-тырнақты жеңіп келген батырдың ерлігіне қалың халқы дән риза болыпты.